Сәлем достар, бүгін біз үй жағдайында шығыс тәттісін әзірлейтін боламыз. Ол үшін бізге жұмыртқа, май, ұн, қаймақ, қант қажет. Ең бірінші бір жұмыртқаны алып, жарып, оны қосқап аламыз. Оның үстіне осылай 2 ас қасық қаймақ салып, оны да қосқап аламыз. Оның үстіне қант сап, оны да жақсылап қосқап аламыз. Енді осылай майды алып, осындай теркадан жақсылап өткіземіз. Өткізіп болғаннан кейін оның үстіне ұнды саламыз. Ұнды салып, оның үстіне ашытқыны салып, яғни разрыхлительді салып, оны да жақсылап араластырамыз. Сөйтіп, оны қолымызбен жақсылап билеп аламыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді осылай жарты сағатқа тоңазытқышқа қойып аламыз. Енді осындай форма дайындап аламыз. Өздеріңізде қандай форма бар, осындай пирог пісіретін, соны алсаңыздар болады. Енді осылай қамырымызды алып, жақсылап жайып аламыз. Яғни оқтаймен жайсақ та болады. Осылай бір кетіп жайып алғаннан кейін оның үстіне мейіз, жаңғақты саламыз. Негізі пирог дәмді шығу үшін оның үстіне мейіз және де кептірілген заттар болса, соның барлығын сала берсеңіздер болады. Біз жаңғақ пен мейізімізді салып алдық. Енді бұның үстіне қойылтылған сүтімізді құямыз. Міне біз пирогымыздың бетін бір етіп тегістеп алдық. Енді 180 градуста пешке салып, жарты сағат пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз, яғни шығыс тәттіміз дайын болды. Сіздерге ұнап жатса, міндетті түрде YouTube каналымызға тіркеліп, лайк басып, коммент жазуды ұмытпаңыздар.